Ассаламуалейкум, құрметті Майкар KZ арнасының көрермендері. Біз сіздермен Жұлдызды шолу бағдарламасында қайта қауыштық. Жалпы көлік іздеп жүрміз да, сон Майкардан қарап отырып бір көлікті көріп қалдық. Енді сол көлікті сіздермен таныстырайық. Қанша тұрады, қалай? Міне егесі. Ассаламалейкум. Сіз қойғай сатып? Оператор ғой, Оператор. Осы сен солай келесіңдер ма? Сразу келеміз. Майкардан қарап келесіңдер ма? Ешкі ғой. Аласың ба? Ешкі. Ешкі. Достарым бар, ешкі деп қойды. Мен достарым қойып, малдар көп қойып, мен достарым арасында қойды. Мен сатып жатырмын. Қай жылға? 2011 жылғы. Ұрылған, соғылған жерлер бар ма? Ұрылмаған, соғылмаған. Пәк қой, пәк. Өзім қолдан ұзатайын деп жатырмын десең, клубқа бармаған, кешпеген, шекпеген. Кеседен басқа жерге? Вообще, мына жерлер сәл тиген кеселерге. Тазалап қойғанбыз нормально. Тазалап қойғансыздар ма? Атақ соғылмаған. Все, онда шоуды бастаймыз да? Иә, баста. Нормально көресіз. Міне, бізде бүгін қонақта актер, блогер Дәке ZZZ. Это же я же. Ну, я же вижу, это же моя же. Майкардың нормальный машиналары бар, бak қараңдар. Анда ешкі алып алыңдар. Шын айтам, ешкі күшті машина. Майын ауыстырасың, жүре бересің. Иә, достар, бүгін бізде қонақта Дәке. Енді Дәке өзінің көлігімен толыққанды бізді таныстыратын болады, шолу жасайтын болады, өзін бір күнге автоблогер сезінетін болады. Бар білгенімді айтам енді. Кетіп па? Мен вонючкамен амортизаторды білем, басқа ештеңе білмейсің. Не айту керек? Жақсы, давай сыртқы экстерьерінен басайық, сыртын барлығын таныстырып шығасың. Көлікпен болған қызықты жағдайларды айтасың, ішін интерьерін, багажник, жалпы не бар көлікте, соның барлығымен толыққанды таныстыру керек біздің көрермендерге. Қайырлы күн, қалайсыздар? Короче, Mercedes Ешкі 350, объем 3.5, цвет ана белый емес, белый жемчуг, короче, белый жемчуг сәл жылтырлайды, кішкене сырт жылтырлайды. И фаралар андай. Алған кезде білдім, умный фар екен ғой андай. Мен Camry болдым, Toyota бұрылсаң, не свет жанбайды ғой, ана бұрылсаң, короче, power бұрылады. Вай, күшті екен, короче. Ақылды лампалар дейші? Ақылды лампалар, сосын мынандайлар жанады. Бар айтып алатын осы ма? Осы менің машинам Rolls-Royce сияқты тартсаң, ішіне кірмейді деп қойды. Міне, ерекшелігі жалпы рестайл ғой бұл. Иә, рестайл. Рестайлдың ерекшелігі мына жерге міне осындай қоятын болған решетка. Жалпы осы 212-ке қойып бастаған осындай. Иә. Кет. Сосын бірақ маған ұнамайды, екі эмблема бір жерде тұрған қате ғой да? Жона, көз көретіндерге, көретіндер, көрмейтіндерге мынау ма, короче, мына скоро жасатайын деп отырмын, ішіне кіріп кететін қылып ше, ше. Зор болды. Rolls-Royce қақшы сырты бойынша. Панорамный крышасы әдемі екен. Панорама. Түнде ше, қызбен тауға барасың ғой ше. Арамайсыз әшейін. Аспан қарап, сен шағып жатасың ғой ше. Қызбен ба? Мен андай қызбен дегенім вообще түсінбейді, әшейін көрдім. Подругам болмаған, әпшем. Вообще қыз баласы деген ма? Ол баласымен есе тауға неге жатпайсың? Не қыласың ол баламен жатпайсың ба? Жоқ, ондай емеспін ғой. Мен досым машинаны андай ойлайсың ба? Универсальный қандай неге деші? Қара. Мен де мынау намен деп аталады да, короче, андай ше. Геликтар сияқты ше. Рыба, иә, ключ. Бүйтіп аталады да. И мен кейде андай қыздар отырады, кейде ше, қыздар отырады ше. Сол кезде пуштар тықып қоямын ана ше. Ойбай. Бүйтіп қоямын, короче. Болды, сенікі пуштар. Ей, паражник. Білем досым, неге деші? Осын жақында түсініп айтпақшы, есіме түсті. Мерседесте 2 аккумулятор болады екен, білесің бе сен? Білесің ба? Білем. Білесің бе, 2 аккумулятор, біреу машина аккумулятор, біреу кілттердің аккумуляторы. Барлы электроника жауап береді. Ол артында екен, короче. Сондай бір нәрсе екен. Короче, пуштарт. У меня пуштарт, девочки, есть что-то. Дистарымен таныстыр. Короче, менің машинам ерекшелігі басқа машинадан. Менде боковой зеркало бар деп қойды. Короче, менде боковой. Сенің 15 автоблогер досың. Дисктар, пайда 18 тұрған, сатып алған кезде 18 жесткий болды, летний қылып қойдым. Мынау зимний 17-лік тұр. Өзің алдың мынаны? Иә, оригинал AMG 380 мың қалдым. 380 мың алдың. алдым. Сосын алып отқан жоқпын. 345 мың емес пе? 360 мың емес пе? 380 мыңдай примерно. Мен нанырсын демей ақ қойын енді, бірақ сондай. Мынау 160 мың, 180 мың примерно сондай қылғам. Зимний. Жоқ, шипон емес. Липучка деп аталады. Білмейді екенсің бауыр ма? Жоқ, зимний ма деп сұрайын деген ғой? Иә, зимний болды. Сосын сол. Стартымен таныстық. Пуш стартымен таныстыңдар да? Тағым несі бар андай?
панорамасын лақтырып жіберіп, үстін крышаны лақтырып жіберіп, кабриолет қылып жібереді дейтін жоқ па? Жоқ, ондай шлей дамымағанбыз. Мына, короче, мынандай бар, скорость мынандай, ше, мына жер жанында, ше. Менде мынандай ғой, Камрида мынандай типа, ше, ортасында. Сондай. Американецтер сияқты да? Иә, американецтер сияқты, мынандай, бәрі бар. Құрсын, күшті. Болды. Менде мынандай бар сосын. Жылжытады. Кер машиналар 2020 жылғы Мерседестер бар ғой, көрдіңдер ме құрсын? Бүйтіп жылжытатындар көрдіңдер ме? Камри R2 сияқты жылжытады ғой, ше. Біз әйтеуір Құдайға шүкір, бүйтіп жылжитын. Көрдің бе, байқаласың ба, алып кетіп бара жатқан. Күшті. Память сиденья дейтін бар, подогрев бар. Білетім сол өзі. Толық комплектация жалпы Дәкеннің көлігі сол себепті. Полный комплектация. Қазір бар ішіндегі андай мақтанышымен айтып отырсың барлығын. Полная комплектация, да, вот. Осым, но здесь 30 миллионов не платишь, да, десең? 30 миллион төлемейсің, но комфорт больше, короче, ше. Мен бір нәрсені түсінбеймін Ерғазы, осы Мерседестарда и BMW-ларда, ше. Мынау не үшін осы? Бұрында біреуге звондайтын кезде деп ойлайтынмын, ше. Не үшін қолданады осы, мен осыны түсінбеймін, мынаны, ше. Именно осыны. Кнопкаларды ма? Иә. Қолданып көрмеймін, басып көрмеймін. Бұрында негізі телефон қолданады деп ойлаған ғой, иә. Мына парктроникке өшіресің, көрдің бе, бауырым? Осыны артын құлатады, жат сиденьяларын. Подогрев. Бәрі бар. Істеп тұр ғой, тамыр ойнамаса, бәрі істеп тұр ғой. Жалпы сырты бойынша алдыңғы экстерьері, шеті, арты, боковой қай жағы ұнайды саған өзіңе қатты? Бәрі, маған үшін андай, бұл 2011 болса да, пайдин андай ше. Деп ашасың андай ше. Бесключевой доступ. Да. Вот такой же, у меня же вот такая же машина же. Давай, қозғалтқышымен таныстырайық, аш. Мен алайын деп келіп тұрмын ғой сен маған, өткізу керексің машинаны. Мен перекупщикпін братан десең. Мен кеше алған, бүгін сатып жатырмын десең. Объем V6. Объем V6 ба? Не, V6 қой, моторы V6 қой, короче. Атмосферник, достарым айтты, атмосферник 3.5. Жақсы жерде, страшно қатты жер, қазір көрсем. Осында су құятын жер, тормоздың құятын жер, сондай жер білемін. Болды сосын. Сосын айтсаң өзің білемін. Қанша арғымақтың жылқының күші бар? Короче, 2 күн бұрын Ерболдың досым көріп берген 370 вроде. 370, 370. Дайындалдыңдар ма, қарап? 370 атыз бар біздің, короче. Все, жалпы алғалы бері көлікті қашан алдың? Так, 1 жыл болады скоро. 1 жыл болды. Бағасы қанша болған еді? Ол кезде ма 7,5 миллион ба? 7,5. Қазіргі бағасы қандай? Қазіргі бағасы 9,5-10 миллион деп тұр. 10 миллион, 9,5-10 миллион деп тұр. Дәкеннің сөздерін Майкар KZ қосымшасын жүктеп алып, сіздер тексере аласыздар, жүктеп алыңыздар, өте пайдалы. Примерно деп жатырмын, құрсын ертең жүрмеңдер, пантомат сетіп жатыр құрсын деп, қымбат айтып жатыр деп. Қымбат айтып жатыр, сатып жібергісі келіп жатыр. Тани айтсай. Барда чөп бар. Қандай қызықты оқиғалар болды осы көлікпен байланысты? Осы көлікпен байланысты ма? Бұл көлікпен байланысты так. Мен айтуға болатынын айтайын ба, болмайтынын айтайын ба? Оны немесе, оны дейсің ге. Қапшаға бір айтып көргенсің ге. Мен Камри 3.5 ұтқан білеймін, қалай рас па өтірік екен білеймін. Қалай? Камри 3.5 бар, Камри 3.5, сонымен жарыс ұтқанмын мен. Мен таңғалғанмын, осы тура осы жерде басталған еще ол. Абай байтұрсын осы жерде басталған. Бір Камри қасыма тоқтатты, сол 3.5 дедім, мен мынандай бар ғой менде қарсы, механика бар, спорт бар, эконом режим бар, спорт қойдыңдағыны, режимдарды ұттымдағыны ананы. Мен сол қызық. Камриде, кімнің Камри еді ол? Біз танитын адамның Камри ма әлде? Біздің танитын емес, кәдімгі көшедегі машина, иә, көше машина. Онда ешкім дәлелдей алмайды сен сөздеріңді. Жоғары жақ көріп тұр болады. Жоғары жақ. Страховкасын жазып берді ғой, доверенность бар ғой жоғары жақтың. Сол іші қап-қара кожа. Желінбеген байқап отырсың ба андай? Байқап отырмын. Кожа сондай. Желінбеген екен. Мерседестардың ең кайфы ішінде иісі болады байқайсың ба? Өзінің, иә. Лексуста да сондай болады. Жалпы кейбір көліктерде болмайды. Иә. Ол неліктен десең, мен өзім иісім да ол. Ой, давай, мен өзім иісім. Осы мен кейде таңертең тұрған кезде өз сұлулығыма таңғалу үшін, өзімнің сұлулығыма таңғалу үшін мынаны түсірем. Бір қарап аламын өзім сұлулығыма ше. Ол сынып қалған. Ей, осы қапты. Оны кім сындырған? Көз тиген значит мен сұлулығыма. Мына не башты вообще жыртылды. Қараждың. Мен кейде оң жаққа отқан кезде қарайын десең. Болды досым. Ол да сынып тұрса деші. Да, нормально. Тағы қандай қызықты оқиғалар болды? Негізі ходовкасы жалпы жақсы екен. Көріп жатсың ғой, да? Шум жоқ, мягкий жүреді, 17. Шумоизоляциясы жақсы, виброизоляциясы жақсы. Вообще идеально. А мен хочешь мен сені спорт режиммен көрсетуге? Давай. Давай, қай жерде сені тасуға десең? Сол. Тағы не айтасың осы көлік жайлы? Міне бізде көрермендеріміз андай алғысы келіп жүргендер бар шығар осындай ешкіні. Именно осы 212-ші. Короче, көбісі осы ешкіні алатын кезде маған айтқанындай алмай-ақ қойын, нашар, бұзыла береді, капризный бір нәрсе деп ше. Жоқ, ол ешкіні емес, цешкіні айтады ғой негізі. Ой, мынаны да сөйтіп айтқан маған білемін не екенін. Мен қазір давай бүйтейін. Спорт режим ауыстырдым.
Ох ты. О, ей, абайладым. Болды. Досым қатты жүруге. Қазір не жерде ана свет көрсетемін. Біз 60-тан аспадық. 60-тан аспадық. Иә. 59-ға апардым, көрдің бе? 59-ға. Мен жай жүремін вообще. В общем, осындай спорт режимі бар. Сосын Bluetooth, Equiport Plus десең. Болды, басқа адам жоқ. Жалпы алғалы бері капотты ашып бір нәрсе жасадың ба? СТО-ға алып бардың ба? Майын ауыстырдым. Мынаны құйдым, мына дворниктің суын құйдым. Тормоздан су не жеткізіп құйдым, дот. Болды, басқа ештеңе істеген жоқпын. Шакешиден басқа ешкім машинасына ештеңе істемеген екен ғой. Шакеша ғана ма? Бүйтіп тұрды да 500 мың салып тастадым дейді. Жоқ, ол Шакеша ше. Андай, білмеймін, машина қатты қараймын, машинасын өшіріп бір нәрсе. Негізінен Мерседес алып қойса айтқан маған, ойбай, цепін кетеді тұр, бәлен кетеді деп ше. Дым кеткен жоқ, иә? Тфай демей қойын. Бұл жақта я ГРМ цеп жүреді, и сол цепке көбесе я адамдар андай жалғыз етіп атады да. Жақсы oldu капот жабамыз да. Жабайықна. Капот ауыр андай. Капотның амортизаторы бар сосын ондай. Мақтанамайсың ба? Не көрсетемейсің ба? Вот так закрываться. Мынаның ішінде не бар, давай таныс. Замена масла дейді мына, замена масла. Мына парфюмдікі мына тұр. Мына парт міне. Андай карточка салатын, карт қолдыр. Машинаның техпаспорты өз атында тұр, өз атында құрсынан қарауындар. Өз атында тұр. Ойлап қалар дағы, иә? Біреу көрсетіп жүр құрсын деп, өзіндікі құрсын десең. Сол. Болды. Менде машинада екі женеміз бар сен. Жұма қойды сен. Жалпы сіздерге шығарылым ұнап жатыр деген ойдамын. Біз қазақша контентті міне жүргізіп қайттан бастадық. Спорткарда отырғандай отырмыз. Иә. Нұрдәулет жарсасын ба? Нұрдәулет раздар шығасың ба? Сәл беріліп кеткесің ба? Қаттан деп жанып кеткесің ба? Жалпы осындай қызықты контенттер әрі қарай да шығып тұрады. Егер сіз осы қазір видеоны қарап отқан болсаңыз, тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп арнаға жазылып қойыңыздар. Сол. Сосын обязательно оны алыңыз, полныйын алыңдар, полный комплектациясын алу керек. Мақтанып отыру үшін иә осылай полный комплектация. Жоқ, полный. Короче, мен таныстарымда бар ғой, тура осындай ешкі, даже 2011 типа күшті дегенше, бар рульдарына жерде болады, ана үшін, руль скоростары. Скоростарына жерде мультируль болмайды. Короче, тема комплектация ше. Осыны іздеп алу керек осындай, короче. Именно осындай. Иә, мен бұл машинаны неге алдым? Мен, короче, Камриімді кішкене ДТП-ға түсіп қалдым да, Камриімде ше. И СТО кезінде маған бір досым Чингметте досымда тура осындай ешкі бар, прям полный комплект, бірақ іші ғана аппақ та. И сол күні айдап жүрдім мен бір айдай. И мен сол кезде ғашық болып қалдым, короче ше. Мен түсіндім, действительно Камри мен Мерседестің разницасы, ана көп сәледі Мерседес қотсаң түсін келмей қалады деп ше. Тура осындай ситуация мен бір ай бойы болды да. Мысалы, Дәке осыған дейін 50 Камримен жүрді. Иә, Камримен. Енді сол үшін бұл факт-чекинг дейді ғой, өзі растай алатын сөздермен, прям дәлелдермен келтіріп айтып отыр да. Иә. А егер жаңағындай бізге бола берді Камри десеңіздер, ол да бола береді. Не жаман машина емес, просто мынау андай действительно еркектер. Неге осы біздің именно менің выпусктарымның барлығында андай Камриге хейт кетеді ше. Неге? Өткенде білмеймін, Макс братанмен түсірдік та. Иә. Ол да тұрып 70-ка обзор түсіріп отыр, сол 70-ка ол өзі тұрып Камри негізі переоцененный машина деп тұрып еді. Камри енді қатты күшті емес, но даже бірақтан Камри айдайтындар негізі осыны қарап мақтанып отырады андай. Не десе де бізбен салыстырып отыр. Не десе де Камриді айтып отыр. Жоқ, Камриді мен айта алатын қазақстанский депозит деп ше. Қазақтардың депозит ше. Мысалы, салық қоясың, ұтылмайсың. 70 алдың, мысалы 12 миллион, например, 12,5 миллион алып қойдың, ұтылмайсың, короче. 12,5 миллион сен бір жылдан кейін сатсаң да 12,5 миллионда, бір жыл бойы сен машина айдап жүрсің, еще сен ұтуың мүмкін ақша сатып ше. Қазақстанский депозит қол таза ше. Вот күшті. А Мерседестің енді бағасы түсіп кетуі мүмкін, бұның ше, бірақ сен кайфовать етесің айдағаннан. И с вами это Давыдыч деп айтып жүрсең. Біздің адамдарға бірақ ақшасынан ұтылмау өте маңызды. Сол себепті Камри өте депозит. Не, сол нәрсе негізі мен қате деп ойлаймын. Көбісі машина андай бизнес деп қарайды. Кішкене бизнес емес. Блин, ертең сата аламыз ба оны? Аламыз ғой. Кейін сата алмай қалсақ қиын ғой, бір нәрсе ұтылып қаламыз ғой деп айтады. Сен машина алдың ба, кайфуй просто. Машинамен кайфовать етсейші. Темір ғой. Ұтылуың қандай темір? Бір күн ұтыласың, бір күн ұтыласың. Иә. Ал сен ертең машина айдауға саған жоғарыдан мүмкіндік бере ме, бермей ме дәл осындай машина айдауға? Сол үшін беріп жатыр ма, алды айдап мүмкіндік пайдаланып қал, болды. Сіздермен бірге болған Дәке Хаям. Дәке Хаям. Мен кеше Шомбаймен просто 3 күн жүргем десең. Сондай мен жүресің. Жоқ, сыртқы келбеті жалпы өте әдемі. Боятпағансың.
боялмаған, полировка істелінбеген, пленка жағылмаған, короче, өз қалай тұр, целый тур осылай келеді. Тура осылай. Тура осылай алдым, тура осылай тұр, иә. Дым істеген жоқ. Дисктен басқа, иә? Иә, диск қана Жүріп кеттік, онда жүк салғышымен таныс болайық. Жүк салғышымен таныстырсаң жүк салғыштан бұрын сен қараса, екі глушакты қараса, да сәл қарайып қалып, білмеймін неғып екен же. Май жейді ғой. Май жемейді ол, просто көп басады, көп басам ше. басқан Негіз май жемейді, аппетит нашар болмашынан ше. Ауырып жүрді. Екі глушак бар, үстінде айым жейді, жазылар бар. Глушактың қазақшасы? Глушактың қазақшасы қандай? Қандай? Білесің ба? Иә. Қандай? Мұржа. Мұржа деген үйдің мұржасы еді ғой? Мұржалар екіге бөлінген. Вот менде 4 мұржа бар. 2 мұржадан 4-ке бөлінген. 2-2-ден 4-ке бөлінген. 2-2-ден 4-тен. Сосын айым жүрейтін. Давай, жүк салғышымен таныстыр. Жүк салғышы былай ашылады қара. Ей, подвайтпе. Былай екен, бәсе мен сәл өзім еқіп қаламын. Вот солай. Электронды өзі көтеріледі. Иә, өзі көтеріледі, сосын мына жерде өзі жабылады, қарап алыңдар. Басылады десең, кнопкамен. А то 2020 жылғы Мерседестер бар, айтпай ақ қойын, біреудің Мерседестер бар ше. Қолмен жауып жүреді құрсын. Жы деген сияқты. Иә, 2020 жылы Мерседестер алады, құрсын 2020 Тойоталардың өзі гүрс-гүрс жабылады. А у меня вот так, смотрите, кнопкамен, да. Кішкене аппақ болып тұр іштері, ну, елкі тасыған ғой, жаңа жылы. Сонда мен алысқам десең. Жалпы запаскасын алып бедің бір рет болса да? Запас тиіспеймін. Мен сенің көзін шашып жатырмын, бірінші рет кесе көрейік та. Тұр екен жақта. Запаскасы жақсы екен, тұр, өзімен өзі тұр, орында тұр. Мен тиіспеймін беқа. Ашпағансың, балон жарылмаған жолда, подвайт етпеген. Подвайт етпеген ғой машинам, алтын ғой. Кән кнопкамен өзің бір көрсетші, кәні кнопкамен жабылмайсыңдарға. Бір түкіру керек қой. Деп подвайт едік өзі. Бар, сосын 2011-де қарасай, камера задняя, видео, көріш, тамыр. Камера задняя, видео. Бар, короче. Полный комплектация. Мына полный комплектация. Мынаны өзің қойғансың ба? Жоқ, алдың хозяйны спойлермен келген. Спойлерді, қатты жүруге көмектеседі дейді, бір насынай шигол кезде сынайды қой. Аэродинамикасы дейді. Күшті ол. Тез жүреді вообще. Желді ұшырып жібере ма? Аха. Мына фаралар күшті жанады маған, задний фара. Тормоз басқанда күшті ұнайды маған. Осы мынандай бар да, осы BMW-ларда болады енді оны ше. Не деп аталады? Дельфинчик дей ма біресе ше? Иә, өздері. Акула ма? Өзінен ба, заводтан деші? Заводтан ба? Білмеймін. Короче, алып қой. Жоқ, әдемі, әңгімесі жоқ. Жоқ, қатты үлкен деп айтамайым, бірақ болады. Сиат. Сиат. Сосын мынаны айтсай, көрсін. Айтайын да енді, жұрт білсін, айт. Жұрт, қараңыздар. Бұл жерде дәкеде, мына артында, мынандай артының енді орындығын жылтықшы. 8 көзін жылтатын міне жылтықшы бар. Все, кеттік. Енді ішіне отырып, жалпы ходовканың қазақшасы. Ходовканың қазақшасы жүрісі. Ходовка. Ходовка. Барлығы жүргізушісі. Мен осы бір-екі сөзді үйреніп алғанда өзімше бәріне сұрай. Қандай ходовканың қазақшасы? Аспасы. Аспасы? Өмірде ойламайсың ғой. Аспасы. Аспасы идеально. Ладно, шутка. Сіздің әңгіме ету ғой. Сосын тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Менің ласточкам туралы. Қанша жалпы штраф төледің негізі осы көлікті айдағалы? Айтпай ақ қойын. Айтсай? Айтайын ба? Вообще негізі осын алғалы бері ма? Мен бір рет төлемедім не деп осы? Мен 700 мыңдай төледім. 700 мыңдай? Иә. Оқ, Майбұқтыр, иә? Атасы тұр ғой мұндай мәселестер. Мен 700 мыңдай штраф төледім. Мен шынымен андай өтте нашар дейтін адам. Не в плане, типа андай жаман айды емес. Камера дегенге қарай үлгермей қаламын, айып газды басып кетемін. Штрафқа мен, өшім, ол штрафты мен мемлекетімізге садақа деп ойлаймын, мен подарок ше мемлекетімізге ше, мәзіндерге де ше. Керек нәрселерге елімізді білесін, иә. Егер ол керек нәрселерге жаратылып жатса мейлі, да? Еще баратын жеріне жетсе екен. Беріп жатқан жеріне. Мен еще естірдім, Сергей частный екен деді. Сергей частный екен ғой, құрсын айтыр. Мен төлеген бәрі не үшін деп ойлап жүрмін. Нежен кесіп тұрмайсыздар ма айтыр? Кесіп тұрмайсыздар құрсын. Мен берген 700 теңгеме бір жердің больницасын, бір комнатасын істесе қуанатын едім досым. Қуанасың ба? Бәрекелді. Қалай кетеді, жақсы кетеді, жақсы. Зыззап отыр емен ғой. Сауаптар деген. Неге? Дәке ZZZ. Короче, қызық оқиға. Инстаграм мен ашылған жыл бар ғой, біздің қаласындағы келген кезде 7-ші класс па, 8-ші класс осындай ғой. Сол кезде біз тренировка баратынбыз качалкаға. Білмеймін не үшін качалкаға барамыз. Сол кезде вообще бір денеміз әлі қатпағанда качалка барамыз. И сол кезде біз мектепте старшак болатын Асхат ЗЗЗ деп Инстаграм ашқан. Асхат нижний предел ЗЗЗ да. И ана БХ, каждый Шакешан айтып жүрген БХ сұр ғой. Сонда айтатын ше, качок болатын қыздардың бәрі артынан жүгіреді ғой. Асхаттың артынан ше. Я сол сияқты болғым келетін ше. Енді ана қыздар мен артынан жүрсе екен, БМ айдасам екен деп ырымдап Асхат нижний предел ЗЗЗ деп қойғанбыз ғой. Асхат ұнасып кеттім. Ол Асхат қайда келсін?
Асхат қазір сотрудник. Көріп отсаң Асхат сәлем. Асхат сол қайсысы мен өмірде көрдім ана жол бір жыл бір жарым жыл бұрын көрдім. Бірақ айтуға ұялдым. Барған сенің арқаңды аштым бір ше. О, Инстаграм әлі сол Асхатсыз короче. Осы жерден білсе, Асхатты танитындарың болса жіберіңдер. Мынаны кесіп алып. Иә, нормально. Жақсы, рахмет. Өте кәдімгі қызықты, познавательный обзор болды деп ойлаймын. Шолу сіздерге де Мен де ручейк бар сосын. Келесіде қонаққа кімді шақырамыз? Пікірге қалдырыңыздар, міндетті түрде. Если что, дұрыс түсіндіре алмасам, кешірім сұраймын. Қатты білетін адам емеспін негізі. Дәке тағы да көлік алып жатса, міндетті түрде Дәкеге қонаққа келеміз. Бұйырса досым жарты жылда новый Lexus аламын дедім. Новый Lexus? Қай жылға? Мен қатты ұнайтын машина білесің бе? Женский машина сияқты көрдім мүмкін бәріне. NX па? RX. RX, е? RX 350 бар ғой. 350 или 330? 350 бар, 350 кәм RX бар ғой. Ой, бағана жүрісі деген. Өте ма? Іші деген. Жарты жылда алам дедің ғой. Сырты ақ, іші қызыл бар ғой. Гранатпен. Все. Құдай қаласа, жоғар жақтан бүйіріп атса, жоғар жақтан бүйіріп беріп атса. Жоғар жақты қосып қоя алайсың ше. Дұрыс қой, әуелі алла ғой, одан кейін біз ғой, одан кейін біз аламыз ғой. Әуелі алла. Иә, пригласылмыз. Все. Шын кәдімгідей. Майкар КЗ сіздермен болған. Рахмет. Майкардың нормальдары машиналары бар, барып қараңдар. Анда ешкі алып алыңдар. Шын айтамын, ешкі күшті машина. Майын ауыстырасың, жүре бересің. Уже бітті, мен жазулар кетіп отыр. Бітіп отыр ма? Бітіп отыр. Все. Мен бензин бітті, ақшасын берсе жаңа. Все, қазір беріп. Алдамады, сен қазір берейін, алдап кіре бересің. Все, арнаға жазылыңыздар.